2020 жылдың наурыз айында Қазақстанда коронавирус жұқтырған алғашқы адам тіркелді. 23 наурызда пациенттерден патологиялық материалдар алынды. Материалдан COVID-19 ретінде анықталған вирус табылды. Оның биологиялық қасиеттері зерттелді. Қазақстандық ғалымдар отандық вакцинаны әзірлеуді бастады. 9 мамырда ғалымдар Казвак вакцинасын жасап шығарды. Препарат коронавирус ауруының өлтірілген вирусы мен оған қосылған иммуностимулятордан тұрады. 2020 жылдың 15 мамырында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы оны COVID-19-ға қарсы вакциналық кандидаттардың тізіміне енгізді. Вакцинаны клиникалық сынаққа дейінгі зерттеу басталды. Маусым айында Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі дәрілік заттарды сараптау ұлттық орталығы зерттеу нәтижелерін оң деп таныды. Шілде айында препаратты әзірлеушілер Казвак вакцинасымен егілді. 17 қыркүйекте 44 еріктіде бірінші кезеңнің клиникалық зерттеулері басталды. Вакцина жоғары қауіпсіздікті көрсетті. Еріктілердің әл-ауқаты өте жақсы болды. 17 қазанда клиникалық зерттеулердің екінші кезеңі басталды. Оған 200 ерікті қатысты. Нәтижесінде вакцина жоғары иммуногендік және тиімділікті көрсетті. 19 желтоқсанда Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі клиникалық сынақтардың 3-ші кезеңіне рұқсат берді. 3000 адам ерікті ретінде отандық вакцинамен егілді. Олардың жағдайы жақсы, ешқандай шағымдары болған жоқ. Қанда қажетті қорғаныс антиденелері пайда болды. 2021 жылдың 9 шілдесінде 3-ші кезең бойынша барлық клиникалық зерттеулер аяқталды. Бүгін Казвак алғашқы қазақстандық вакцина ретінде зерттеуден сәтті өтті және қазақстандық ғалымдардың жетістігін көрсету үшін жетекші жоғары рейтингтік журнал басылымына шығатын болады.